қай құлақ Майғазиевке сіздің тоқалыңыз ба деп видеоларын жіберді. Ұйықтап атсам азанда үйіме милиция кеп тұр. Білесіздер ма? Сөйтіп маған үстімнен арыз түсіпті. Сіз кеше эфирде отырып Майғазиевтің тоқалымын деп айтыпсыз дейді. Қойып беріңдерші, мен қай жерде Майғазиевтің тоқалымын деп айттым. До такой степени Қазақстанда ың әріппен н әрпін ажырамайтындар көп екен. Давайте әліппе ашайық та онда. Сабақ өтейін ба, сіздер мен мұғалім болайын ба енді? Сонда сәкен деген мен сәкен дегенді ажыратамайсыңдар ма? Мен прям сәкеннің тоқалымын деп жазған жоқпын. Не істей алады? Бардым РУВД-ға. Барсам, Сәкен Майғазиев отыр екен. Келіпті самолетпен ұшып. Әйелі отыр. Сәкен Майғазиев мені көріп шок. Мен сізді танымайын дейді, маған айтады. Мен сізді танымайын дедім. Мен сізді бірінші рет көрдім дедім. Өмірінде шынымды айтсам, Майғазиевті мен бірінші рет көрдім. Сөйтіп, сол жерде отырып, участковый бар, Майғазиев, әйелінің аты Динара екен. Білмейді екем, әйелінің аты Динара екен. Сөйтіп, бәріміз отырып сөйлесіп, қа-қа-қа, хи-хи, соңында қол алысып, күліп, ырза болып кетті ол кісілер маған. Әңгімелерің бар ма? До такой степени мына осындар ғой. До такой степени осындайсыңдар ғой. Не болды ал? Ят емес па? Жаңағы менің видеомды жіберіп, стримнің жаңағы эфирін скриншоттап. Ужас, ятай. Маған ешнәрсе істей алмайды. Бардым, наглый бардым мен. Вот келіп, үйімде шайымды ішіп, әбден мына комментарийларды оқып, әбден күлдім бірақ. Әлемде Сәкен Майғазиевтен басқа Сәкен жоқ па сонда? Мен Сәкен деп айтқан жоқпын ғой, между прочим, да. Ой, көйкім-ай, еркектерге не жоқ, жаңағы. Бірақ үлкен рахмет, мені қолдап, маған бақыт тілеп, тоқал болған кейін осылай болу керек деп айтып жатқан кісілерге, сіздерге үлкен рахмет, шынымды айтайын. Ол ғой жаңа іші тола негатив болған екен. Ол саған қарап не алады? Ол сенің неме дейді жаңа вкусында емессің деп та. Майғазиев менің вкусымда ма? Сен менен сұрасаңдаршы. Қуансына Майғазиев менде қызғарағанына да, аттак. Так что, пожалуйста, қойындаршы. Ауылбай, Мамбет, жаңа көз қараңғы адам болмаңдаршы. Әбден күлдік бірақ бүгінше, әбден күлдік. Жолдасының фотосын көрді, балдарының фотосын көрді. Сонымен қол ұстасып, соңында давай деп кеттік. Давайте. Так что не болейте.